Ай астындағы алтын қақпа. Баяғыда емес, ертеде. Бір терең шатқалдың түбінде Айберген деген бала өмір сүріпті. Ол өте ақылды, жүрегі таза, бірақ өте кедей отбасыда тәрбиеленіпті. Әкесі ағаш шебері, анасы қолынан іс келетін тігінші екен. Айберген күнде ауыл маңындағы орманға отын теруге барады екен. Бір күні ол орманда жүргенде өте ерекше нәрсе көреді. Биік қарағайдың түбінде алтын түйіршіктер шашылып жатыр. Ол оларды жинайын десе, бәрі көзден ғайып болады. Қолымен ұстаса, буға айналып кетеді. Таң қалған Айберген орманның ішіне қарай тереңдеп кетеді. Кенет ол үлкен ежелгі тас қақпаға кезігеді. Қақпаның үстінде жарқыраған жазу бар екен. Ай толған түні ғана ашылады бұл қақпа. Қорықпаған жүрек, адал ниет қана өтеді. Сол сәттен бастап Айбергеннің өмірі өзгеріп сала береді. Ол күн сайын сол қақпаның маңына келіп, тазалық жасап, дұға етіп, жүрегінде қорқыныш қалдырмауға тырысты. Ай толатын түнге дейін дәл 13 күн қалған еді. Ай толған түн. Күткен түн де келді. Аспан жарқыраған ай төбеде тастай боп тұрды. Қақпа ақырын сықырлап ашылды. Айберген еш ойланбастан ішке кірді. Ол кіргенде алдына 3 жол шықты. Судың үстімен өтетін көпір, тікенек орман, үнсіздік үңгірі. Қақпаның ішіндегі жазу былай дейді: сабырлы болсаң, су сені көтереді. Батыл болсаң, тікен сені жараламайды. Жүрегің таза болса, үнсіздік сені кері қайтармайды. Айберген судың үстінен өтетін көпірді таңдайды. Ол аяқ басқан сайын су шайқалып, астыңғы тереңдік көрінеді. Бірақ сабырмен, сеніммен жүріп өтеді. Келесі сынақ алып айдаһар бейнесіндегі күзетші. Ол былай дейді: ай астындағы алтын қақпаға тек бір сұраққа дұрыс жауап берген адам өте алады. Айтшы маған, байлық пен бақыттың айырмашылығы неде? Айберген ойланып тұрып, байлық қолда, бақыт жүректе. Байлық уақытша, бақыт мәңгілік. Бірін жоғалтсаң, өмір жалғасады. Екіншісін жоғалтсаң, жан жоғалады деп жауап беріпті. Айдаһар таңданып жымияды да: жүрегіңде жарық бар екен балам, өт дейді. Сөйтіп Айберген алтын қақпаға жетеді. Қақпаның ар жағында не бар дейсің бе? Онда нағыз жарық әлем бар екен. Ешкім аш болмаған, ешкім жыламаған, адамдар тек бір-біріне көмектесетін әлем. Бірақ бір шартпен ғана қала аласың. Егер өзіңнің өміріңді сол жақта емес, өз еліңе арнасаң, бақыт та, байлық та сені өз еліңде күтеді. Айберген ұзақ ойланбастан: мен өз елімді сүйем, байлық емес, халқымның қуанышы керек деп жауап береді. Сол сәтте ол көзін ашып жіберсе, өзі тұрған ауылында анасының етегінде ұйықтап жатыр екен. Бірақ таң қалғаны, қолында бір уыс алтын бар еді. Және жүрегінде жаңа өмірге деген сенім. Сол алтынмен ол ауылына мектеп, кедейлерге баспана салып береді. Өзі ұстаз болады. Ал түнде кей-кейде орман жақтан ақырын ашылып жатқан алтын қақпаның жарқылы көрінеді екен дейді. Бұл ертегінің мәні: адал жүрек ешқашан адаспайды. Бақыт бөлісуден басталады. Байлық емес, ниет маңызды.